Қазақстанның 3 спортшысы джиу-джитсудан Болгария елінде өткен әлем чемпионатынан олжалы оралды. Павлодарлық Азамат Ақатаев, Сайырбек Әбілқадыров және Алиаскар Айжанов қарсыластарын тізе бүктіріп әлем чемпионы атанды. Болгарияда өткен байрақты бәсекеге әлемнің 21 елінен 1000-нан астам спортшы қатысты. Алғашқылардың бірі болып боз кілем үстінде күш сынасқан қазақстандық спортшы Азамат Ақатаев Словакия мен Венгриядан барған қарсыластарын айқын басымдықпен жеңді. Ал ақтық сында шешенстандық спортшыны тізе бүктірді. Ең мықты қарсыласым Словакия елінен болды. Жақсы күреседі, жақсы соғады. Еліміздің намысын қорғауға маған өте қуанышты болдым. Сол әнұран ойнаған кезде кәдімгідей жүрегімнен от жанып, сол кішкене қуандым. Көзден жас шығып кете жаздады. Мен өз бапкеріме үлкен рахмет айтамын. Бізді дайындалды. Біз ол үшін бірінші орын алдық. Өз-өзіне сендік. Еліміздің көк байрағын көкке көтерген 3 спортшы Павлодардағы жауынгер клубының тәлімгерлері. Онда джиу-джитсу мектебінің құрылғанына биыл 25 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында Ертіс Баян өңірінде спорттың бұл түрі қарқын алып келеді. Қазір 100-ге жуық жасөспірім спорт залдарында жаттығып жүр.